Сәлем, достар! Добро пожаловать на YouTube-канал Learn Kazakh. Сегодня мы разберем диалог на тему «В магазине обуви». Доступны субтитры на русском языке. Их надо включить, нажав на значок SS в правом верхнем углу. Прослушайте диалог сначала с субтитрами, а потом прослушайте во второй раз, проговаривая вслух за мной. Итак, начинаем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Не істедіңіз? Не істедіңіз? Маған аяқ киім керек. Маған аяқ киім керек. Қандай аяқ киім іздеп жүрсіз? Қандай аяқ киім іздеп жүрсіз? Күнделікті киетін аяқ киім керек. Күнделікті киетін аяқ киім керек. Қай өлшем киесіз? Қай өлшем киесіз? 38-ші. 38-ші. Мына үлгіні көріңіз. Мына үлгіні көріңіз. Киіп көрсем бола ма? Киіп көрсем бола ма? Әрине болады. Әрине болады. Қалай? Ыңғайлы ма? Қалай? Ыңғайлы ма? Иә, өте ыңғайлы екен. Иә, өте ыңғайлы екен. Басқа түсін көрсетейін бе? Басқа түсін көрсетейін бе? Жоқ, осы түсі ұнайды. Жоқ, осы түсі ұнайды. Қанша тұрады? Қанша тұрады? Бағасы 15.000 теңге. Бағасы 15.000 теңге. Жеңілдік бар ма? Жеңілдік бар ма? Иә, бүгін 10% жеңілдік бар. Иә, бүгін 10% жеңілдік бар. Жақсы, аламын. Жақсы, аламын. Картамен төлейсіз бе? Картамен төлейсіз бе? Иә. Иә. Рахмет. Жақсылыққа киіңіз. Рахмет. Жақсылыққа киіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Друзья, надеюсь, этот диалог был для вас полезен. С вами был YouTube-канал Learn Kazakh. Если вы хотите поддержать мою работу, то это можно сделать по этому номеру Каспи 8771 140 80 10. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на YouTube-канал Learn Kazakh. Изучайте каждый день казахский язык вместе с Learn Kazakh. Сау болыңыздар!